Армысыздар барша Асүйхан шайымдары. Бүгін сіздермен әдеттегідей Гүлнұр осылай дастарханымыздың көркін келтіретін чак-чак рецептісімен бөлісетін боламын. Ең әуелі осылай бізге таза құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Одан кейін шамалы шым-шым тұзымызды, одан кейін ас содасын, дәл осы ретпен өз қалауларыңызша қантымызды салып, осылай қасығымызбен біркелкі етіп араластырып дайындап аламыз. Дәл осы массамыздың үстіне алдын ала дайындалған шамалы суымызды құйып, тағы да қасығымызбен араластырып аламыз. Ендігі кезекте алдын ала електен өткізілген ұнымызды дәл осы массамыздың үстіне салып, ендігі кезекте қолымыздың көмегімен жақсылап, орташа тығыздықтағы қамырымызды илеп дайындап аламыз. Міне, енді қамырымызды жарты сағат уақытқа тұндыруға жібереміз. Дайын қамырымызды осылай ұнның көмегімен ұн себелей отырып, оқтаумен жұп-жұқа етіп жайып дайындап аламыз. Міне, біздің жұп-жұқа болып шыққан қамырымыз дайын. Достар, егер менің каналым ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Әрбір пікір мен үшін өте маңызды. Сол себепті пікірлеріңізді аямай, мені барынша қолдап отыруларыңызды сұраймын. Міне, ендігі кезекте осылай жұқа болып жайылған қамырымызды қолымыздың көмегімен осылай рулет тәрізді етіп орап дайындап аламыз. Одан кейін дәл кеспе кескендей осылай пышағымыздың көмегімен жұп-жұқа етіп жіңішке көлемде осылай турап аламыз да, қолымыздың көмегімен бір-бірімен ажыратып дайындап аламыз. Одан кейін алдын ала қызып тұрған майымызда сары түске енгенше алтын түстес етіп, жақсылап қуырып дайындап аламыз. Міне, біздің чак-чагымыз дайын. Ендігі кезекте өз қалауларыңызша бізге мейіз ұнайтын болғандықтан, мен ақ мейіз және қара мейіз қосып, дәл осының үстіне ыстық балымызды құйып, қасығымыздың көмегімен осылай біркелкі болғанша жақсылап араластырып дайындап аламыз. Достар, дәл осы рецепттермен сіздер де жасап көріңіздер. Рецептін описание бөлімінен таба аласыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.